Сәлем, қадірлі тыңдарман. Бүгін сізге қыз баланың шынайы тәрбиесі, инабаты, мейірімі жайлы жүрекке жылы тиетін, терең ой қалдыратын бір ерекше ертегі айтып берем. Тыңдауға дайын болсаңыз, бастайық. Қыздың қадірі мінезінде атты ертегі. Баяғыда Алатаудың етегіндегі бір шағын ауылда Зәруа есімді қыз өмір сүріпті. Ол 13 жасқа жаңа толған, жүзі жарқын, сөзі сыпайы, ісі ұқыпты, көкірегі ояу қыз екен. Ауыл адамдары оның тәрбиесін көріп, басына бақыт қонған қыз екен деп таңырқасыпты. Зәруа кішкентайынан әжесінің тәрбиесінде өсіпті. Әжесі оған қыз, қонақ қыз, ибалы қыз, ұлттың ұяты деп әрісінде сабыр мен сыпайылықты үйретіпті. Жасынан қолына ине ұстап нан жауып, қонақ күтіп үлкенге сәлем беріп кішіге қамқор болып өсіпті. Ауыл мектебінде оқып жүріп-ақ, көркем мінезімен талайдың жүрегін жаулапты. Жылап отырған досын жұбатып, үй тапсырмасын түсіндіруге көмектесіп, ауырып қалған мұғалімінің үйіне барып, дәріс дәптерін реттеп береді екен. Бір күні ауылға алыстан үлкен байқау жарияланыпты. Қыз ұлт айнасы атты республикалық байқау. Байқауда өнер ғана емес, мінез, мейірім, тәрбие, сөз саптау мен парасат бағаланбақ. Көп қыз сән киім мен жаттаған тақпаққа дайындалса, Зәруа әжесінен естіген тағылымды сөздерді, анасының үйреткен тыйымдарын, жүрекпен сезінген адамгершілік қасиеттерін жазып, ішкі байлықпен дайындалыпты. Байқау күні келгенде Зәруа сахнада былай депті: «Қыз бала көздің нұры, үйдің гүлі. Қыз дегеніміз ұлттың іргесін бекем ұстайтын болашақ ана. Мен өзімнің бойымдағы ең бағалы қасиет адалдық, шүкіршілік пен сабыр деп білем. Әжем айтатын, сыртың сұлу, бір күндік, мінез сұлу, мың күндік деп». Жиналғандар үнсіз қалып көздерінен жас тамыпты. Қазылар алқасы оның ішкі тәрбиесі мен шынайы болмысына бас иіп, Зәруаны бірінші орынға лайық деп тауыпты. Сол күннен кейін Зәруа ауылдағы, қаладағы талай қызға үлгі болып, арнайы қыз мінезі, ұлт мәртебесі деген шеберлік сабақтарын өткізуді бастаған екен. Ана мен қыз, әже мен немере арасындағы тәрбиені насихаттап, елге рухани жаңғыру жолында еңбек етіпті. Ауыл қариясы бір күні былай депті: «Қыздың аяғының ізі бар үйде, береке бар». Зәруада сол берекенің бастауы бар екен. Бұл ертегі сыртқы сұлулық емес, жүректегі тазалық, сөздегі ізет, мінездегі сабыр арқылы адам болуды насихаттайды. Ертегі ұнаса арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпа. Тәрбиелі қыз елдің ырыс екенін ұмытпайық. Келесі кездескенше аман болыңыз.